Баклажаннан өте керемет тәбет ашатын ащы салатты жасаймыз. Жаз айларында өте жиі жасаймыз. Өте керемет болып шығады. Осы салатымызды бірге жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Еш жалықпайтын тәбетті ашатын салатты бірге жасаймыз. Ол үшін алдымен заттарымызды алдын ала дайындап, жуып аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің арнамнан көптеген пайдалы оңай рецепттерді таба аласыздар. Баклажандарымызды осылай сыртқы қабығын ашып аламыз. Бұл бізде банкаға жабатын емес, күнделікті жеуге арналған салаттардың бір түрі. Осылай қабығын ашып аламыз. Қызанақтарымызды осылай қабығын ашамыз. Жұқа етіп ашып аламыз. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай ашып аламыз. Жаз айларында 2 күн сайын жасап тұрамын. Кішкене сұйық майымызды ыдысымызға құйып, отымызды қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан соң, бір дана пиязымызды майдалап турап, осылай қуырамыз. Кішкене қызарғанша қуырып аламыз. Келесі кезекте осылай бізге 1-2 дана тіс сарымсақ қажет болады. Оны да майдалап турап аламыз. Және де осылай бізде бақшадан жинағандықтан кішкентай ғана болып тұр. Болгарскийді осылай тураймыз. Және де ащы бұрышымызды да қосамыз. Пияздың үстінен салып қуырамыз. Осылай кішкене қызарғанша қуырамыз. Келесі кезекте қабығын ашып алған баклажандарымызды 4 бұрышты етіп турап, қазанымызға қосуға араластырамыз. Келесі кезекте осылай қабығын ашқан қызанақтарымызды майдалап тураймыз. Майдалап турасақ тез дайын болады. Аз-аздан осылай қосып отырамыз. Араластырып отырып қуырамыз. Дәміне қарай ас тұзын қосамыз. Және де қара бұрышты қосамыз. Қара бұрышты кішкене молдау етіп қосамын, ащы болғандықтан. Және де 1 дана лавр жапырағын қосамыз. Ащысы аз болды десеңіздер, осылай түп жағын қосып жіберсеңіздер болады. Осылай суы шыққанша қуырамыз. Және де дәміне қарай осылай аскөктерді қосуға болады. Қақпағын жауып, отымызды кішкене баяулатамыз. Баяу отқа қойып қоямыз. Неге бізде салатымыз дайын болды.
Осылай керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тәбет ашатын керемет баклажанды салатымыз дайын болды. Дастарханымызға ұсынып, отбасымызға ұсынамыз. Мінекей, баршаңызға ас болсын. Назарларыңызға рахмет.